Футболистер голдарын түрлі тәсілмен тойлайды. Ал мұсылман ойыншылары осылай тойлайды. Бірақ бұл амал гол салғаннан кейін билегеннен де әдемірек. Себебі бұл амал ислам тұрғысынан құлшылық түрі. Бұны шүкір сәждесі деп атайды. Аллаға шүкір білдіру түрі. Аллаға берген нығмет үшін разылығымыздың, шүкіршілігімізді білдіру үшін жасалады. Әрбір намаз кезінде жасалатын сәждеге ұқсас орындалады. Кезінде пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, жақсы хабар естігенде, немесе бір нәрсеге қуанғанда, Аллаға шүкіршілік білдіру үшін сәжде жасайтын болған. Кейбір ғұламалар мұсылмандар жақсы хабар естігенде, немесе олардың бастарындағы қиындықтар кеткен сәтте, осылай істеулерін дұрыс көрген. Дүниеге сәбиіміз келгенде, жетістікке жеткен сәтімізде, немесе қатерден аман қалған сәтімізде орындағанымыз абзал. Ал кей ғалымдар бұлай істеуді құптамаған, себебі Алланың нығмет жақсылықтары үздіксіз келуде екенін алға тартқан. Олай болса, әрдайым сәждеде болуымыз тиіс болады дейтін. Шүкір сәждесін жасау оңай, ол үшін тәкбір айту қажет емес. Тек сәждеге жығылып, Субхана Раббиал А'ла деу керек. Мағынасы, ұлы Раббым кемшілік атаулыдан пәк. Кейін екі жаққа сәлем бермей тұрып кетесіз. Кейбір ғұламалар намаз оқу үшін адамның дәреті болуы, құблаға жүзді қаратуы, әуретті жабуы шарт деген. Шүкір сәждесі Аллаға бойсынудың белгісі. Мұсылмандар Алладан өзгеге сәжде жасауына болмайды. Сондай-ақ бұл амал өміріміздегі қуанышымыз, жетістігіміз, жамандықтан аман қалуымыз, әлемдердің Раббысы Алланың қалауымен екенін мойындауымыз. Бүкіл нығметтер үшін әлхамдулиллах дейік.